Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң. Мен бүгін сіздерге шаян белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Жалпы сәуір айында оқиғаға толы ай болғалы тұр. Өте қызықты ай болады. Себебі сәуір айында солнечное затмение, черная луна, ретроград үшеуі бірдей келіп тұрғандықтан әртүрлі оқиғаға толы болайын деп тұр. Енді 1 сәуірде жаңа ай туады. Бұл жаңа ай шаян белгісіндегі адамдарға 10-шы домға келіп тұр. Жалпы 10-шы дом біздің арман мақсатымызды, жетістігімізді, статусымызды, жұмысымызды білдіреді. Ай жаңадан туғандықтан жаңа деген сөзді қолданамыз. Яғни жаңа статус болады бізде. Мүмкін басқа үйге көшу болады. Жаңа жұмысқа орналасуларыңыз ықтимал. Жақсы жетістікке жетеміз. Енді жалпы менің өзімде шаян белгісіндегі адам болғандықтан айтып отырмын. Жалпы жаңашылдықты 1 мен 7 тамыз аралығында туылған адамдар көбірек сезінетін болады. Мүлде жаңадан жұмысқа орналасуымыз ықтимал. Мүлде немесе жаңадан профессияны оқып алуымыз мүмкін. 5 сәуірде Марс пен Сатурн екеуі бірге келгендіктен өте жарақат алу қаупі жоғары болады. Себебі екеуі де агрессивті планета. Сол себепті жарақат алу қаупі жоғары. Барынша сақ болу керек. Марс өте белсенді, алдыға жылжитын планета болса, Сатурн адамға кедергі келтіреді. Және адамды артқа тартатын планета. Бұл екі планетаның бірігуі 8-ші домға келіп тұр. Жалпы 8-ші дом ақша мәселесі. Ақшаға байланысты бір қиындықтар болуы ықтимал. 6 сәуір күні Венера өзінің белгісін өзгертіп 9-ші домға келіп тұр. Ал 9-ші дом бізде шетелді, саяхатты, шетелге көшуді, басқа елдің мемлекеттің адамымен танысуды, немесе басқа ұлттың адамымен танысуды, білім алуды, сот ісін білдіреді. Ал Венера ақшаның планетасы болғандықтан, мүмкін сіздер егер сот ісі болып жатса, сотта сіздер жеңесіздер. Немесе сот сіздің пайдаңызға шешіп береді. 9 мен 12 сәуір аралығында Нептун мен Юпитер бірге келеді. Юпитер жалпы сыйлықтың, жақсы затты үлкейтетін планета. Жалпы Юпитер жақсы планета. Ал Нептун жанашырлықтың, шығармашылық, медицина және бір өтірік алдау планетасы болып келеді. Бұл 9-ші домға келіп тұр. Жалпы 9-ші дом біздің арман мақсаттарымызды жалпы жүзеге асыратын боламыз. 9-ші планета енді 9-ші дом енді арман мақсат болғандықтан Юпитер көмектесетін планета. Сондықтан біз арман мақсатымызды жүзеге асыруымыз ықтимал. Жалпы 9 мен 12 сәуір аралығы өте сәтті, қолайлы күндердің бірі. 9-ші дом әрі сенім мен сәттіліктің секторы. Бәрі сіз ойлағандай жеңіл болып жолыңыз болады. Жалпы жұмыста өзіңізді көрсетіп, барлығы сіздің пайдаңызға шешіледі. Жалпы 9 мен 12 сәуір аралығында керемет, ғажайып оқиғалар көп болады. Мүмкін көптен армандап жүрген
арман тілегіңіз орындалуы ықтимал. Және де осы кезде не тілесеңіз де орындалады. Ал 12 сәуір күні Меркурий өзінің белгісін өзгертіп 11 домға келіп тұр. Жалпы 11 дом достарды, достарды білдіреді. Ал Меркурий болса хатты, смс-ті, ақпаратты, жаңалықтарды, танысуды жауап беретін планета. Демек, сіздер жаңадан достар табасыздар. Ал 15 сәуір күні черная луна келеді. Жалпы черная луна деген сүлік сияқты. Адамның барлық жақсы позитивті энергиясын өзіне сорып алады. Сөйтіп басқа адамдарға негатив шашып тұрады. Енді черная луна шаян белгісінде келгендіктен, енді өз-өзіңізге ұнамауыңыз мүмкін. Жасап жүрген ісіңіз ұнамауы мүмкін. Сөйтіп өз-өзіңізге қатты ашуланатын боласыз. Бірақ енді бұл жерде черная луна келгендіктен, енді 15 сәуірде өз-өзімізді ұстау керекпіз. Еш ашуланбау керек, депрессияға түспеу керек. Және ешкімді ұрыспау керек. Жалпы черная луна 9 айға келгендіктен, енді көп бір адаммен ұрыссаңыз, ол 9 айға созылуы ықтимал. Сол себептен өз-өзіңізді ұстауларыңызға кеңес беремін. Жалпы черная луна 15 сәуірден 9 ай бойы болады. Бұл бізде соңғы рет 2013 жылдың маусымынан 2014 жылдың 4 наурызында болған екен. Яғни сол кезде болған оқиғалар қазір бізде шамамен сол оқиғалар қайталанады деген сөз. Ал 15 сәуірде черная луна өзіңізге және басқа адамдарға деген қарым-қатынас секторына келіп тұр. Яғни қарым-қатынас сектор деген сөз басқа араласатын адамдарыңызбен бір реніш болуы мүмкін, ұрысып қалуыңыз мүмкін, одан кейін жолдасыңызбен реніш болуы мүмкін. Сол себепті егер реніш болып жатқан жағдайда тек жұмыспен айналысу керек, негативті энергияны шашпау керек. 16 сәуір күні жалпы ай толады. Полнолуние болады. Ол 4 домға келіп тұр. Ал 4 дом тұратын жеріңізді, жылжымайтын мүлікті, семьяны, ата-анаға жауап береді. Жалпы ай толған уақытта осы мәселелер өте маңызды болады. Басқа үйге көшуіңіз мүмкін, жылжымайтын мүлік үйіңізге қатысты бір өзгерістер болуы ықтимал. Үй сатып алуыңыз мүмкін, немесе екінші үйіңіз болса, соны жалға арендаға беруіңіз ықтимал. Одан кейін құжаттарды рәсімдейтін боласыздар. Мүмкін енді үй сатып алсаңыз, соның документтерімен жүруіңіз ықтимал. 21 сәуір күні Солнце өзінің белгісін өзгертіп 11 домға келіп тұр. Ал 11 дом онлайн жұмысты білдіреді. Солнце жаңа деген мағынаны білдірсе, Солнце жаңа деген мағына білдіреді, 11 дом интернет деген мағынаны білдіреді. Яғни интернет арқылы бір жаңаша бір дүниені ойлап табуыңыз ықтимал. Онлайн жұмысыңыз бастайсыздар. 29 сәуір күні Плутон 7 домға келіп кері айналып жатыр. Кері айналып бастады. Бұл 6 ай бойы болады, ретроград. Ал 7 дом қарым-қатынасқа, некеге, келісім шартқа, серіктестікке жауап береді. Жалпы бұл Плутон қазан айына дейін созылғандықтан, кері айналғандықтан, неке, қарым-қатынас, серіктестік тақырыбы кейінге шегеріле береді. 7 дом сот ісіне де жауап бергендіктен, егер жұмысыңыз сотпен бір сот процесі болып жатса, ол да сот ісі кейінге шегеріле беретін болады. Жалпы бұл өзгерісті 21-22 тамызда
туылған адамдар көбірек сезінетін болады. 30 сәуір күні Меркурий 12 домға келіп тұр. Ал 12 дом бір жұмыстың тез аяқталуын білдіреді. Дәл осы күні 30 сәуірде солнечный затмение болады. Ал солнечный затмение Уранмен бірге 11 домға келіп тұр. Затмение жаңа дүниенің бастауын білдіреді. Ал Уран аяқ асты жылдам жүретін планета. Сонда жаңа технологияны қолданып, аяқ асты бір іс бастауыңыз ықтимал. Жаңа достар аяқ асты пайда болады. Одан кейін жаңа компанияға жұмысқа кіруіңіз мүмкін. Барлығы аяқ астынан болады деген сөз. Егер жұмысыңыз онлайн болса, жаңа технологияны қолданып, басқаша жұмыс жасайсыз. Удаленно үйде отырып жұмыс жасауыңыз ықтимал. Жұмысқа байланысты бір өзгерістер болады. Ал бұл затмение, солнечный затмение 16 мамырға дейін созылады. Ал 16 мамыр күні лунный затмение болады. Коридор затмение деп аталады. 30 сәуірден 16 мамырға дейін коридор затмение деп аталады. Бұл кезде жалпы 16 мамырға дейін ешқандай шешім қабылдамау керек. Жалпы менің болжамым осындай. Егер дұрыс шығып жатса, сіздер жақсы жағынан қолданып жатсаңыздар, маған комментарий қалдырып, және де менің каналыма жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.